күн. Мен жас ұлан балалар мен жасөспірімдер орталығының блогерс клубының тәрбиеленушісі Байша Аружан. Табиғатты аяла, жас экологтардың, өлкетанушылар мен натуралистердің облыстық қашықтық форумының эко-блогер номинациясына қатысудамын. Тақырыбым Арқалық қаласындағы ауыз су мәселесі. Бұл тақырыпты таңдаудағы мақсатым Арқалық қаласының ауыз су мәселелерін толыққанды зерттеп шешу, халықтың таза, сапасы жақсы ауыз сумен қамтамасыз етуге бағытталатын өзекті мәселелерді шешіп көрсете білу. Бұл ауыз су мәселесінің зиянды жақтарын алдын алу. Жалпы біз суды қайдан ішіп жүрміз? Ол адамның ағзасына пайдалы ма? Бүгінгі тақырыбымда осы сұрақтарға жауап іздейтін боламын. Арқалық қаласының қазіргі ауыз суын суретте көрсетілген плотина су қоймасы қамтамасыз етіп отыр. Өздеріңіз білетіндей, көктем айында су айдындарының ластануы, су тасқындары жиі орын алады. Соның әсерінен біздің ішіп жүрген ауыз суымыз кірлейді. Ал оның сапасы біздің организмімізге қалай әсер етеді? Су адамның денсаулығы мен өміріне қауіп төндіретін зиянды организмдерді тасымалдауы мүмкін. Патогендік микробтар суда таралып, ішекке инфекция жұқтырып, сүзек, қанды диарея, паротит, тырысқақ сынды ауруларға себеп болуы мүмкін. Судың ластануы әлемнің түкпір-түкпіріндегі адамдардың өлімінің себептерінің бірі болып саналады. Әлем бойынша күн сайын судың ластануынан 14 мыңнан астам адам көз жұмады. Судың ластануына байланысты мен өзім бір эксперимент жасап көрдім. Яғни жаңа тефальды сатып алып, оның ішіне суды құйып қайнаттым. Эксперимент соңында байқағаным, бір қайнатқанда тефальдың ішінде қақтың, яғни накиптің пайда болуы. Бұл адам ағзасына қаншалықты теріс әсерін беретінін білдіңіз бе? Ендеше оның қалай әсер ететінін айтып өтейін. Қақтың, яғни накиптің адам ағзасына өміріне зияны, ең біріншісі бүйрекке тас жиналады, яғни адамның бүйрегіне бұл теріс әсерлерін береді. Және де демделген сусынның дәмін бұзады. Техникаңыз, яғни тефаль, шәйнек, ыдысыңыз тез бұзылады. Халыққа осындай теріс жағын тигізетін экологиялық проблемалардың алдын алу үшін мына шешімдерді ұсынғым келіп отыр. Қақ пен көктем суының ластанған реттейтін өте сапалы фильтр орнату. Осы сапалы фильтр арқылы біз таза, ағзамызға жақсы әсер беретін тиімді өнімді қолдана аламыз. Келесі жол ол жерасты суларын пайдалану. Жерасты сулары ауыз су ретінде және шаруашылық сулармен қамтамасыз ету үшін жер суаруға, ауруларды емдеуге, су құрамындағы кейбір бағалы құрам бөліктерді өндіріп алу үшін және жылу көзі ретінде пайдаланылады. Осы орайда халықтың таза ауыз суымен қамтамасыз ету үшін қаламызға скважиналар орнатылуы қажет. Үшіншісі, суретте көрсетілген құбыр. Қазақстанның отандық өнімі. Жер асты суын қолдануға арналған құбыр. Халықаралық ISO стандартына сәйкес келетін полиэтилен материалынан жасалатын 50 жыл жұмыс жасауға жарамды құбыр Қазақстанда жасалған. Бұл құбыр ауыз су, ыстық су, газ тарту үшін және салқын су жүргізілуге арналған. Арқалыққа жер асты суын жүргізу үшін таптырмас құрал. Қорытындылай келе, 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні түйетін болсам, судың да сұрауы бар. Жоғалуға шақ қалған өзен көлдерді ластамайық. Су тіршілік көзі. Арқалықтың ауыз су мәселесін тек қана айтып қана қоймай, оның іс жүзінде дамуына үлесімізді қосайық. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.